Ем, алдымызда торуыл бар екен. Мана жоғи барлық қолығын сайлаған екен. Ем саспаңыз. Біз шығыс уелін аттанарда ақылшы маған 3 қамқа берген. Онда ақылшының дайындап қойған ұтымдамалы бар. Біріншісін Лужан қалашығына келгенде пайдаландық. Ақылшы жасақтарға бұйрық түсіріп, тартуды молынан алғызып, хабарды жайып жіберген. Екіншісінде мені сізге қайрап салып, мені Жеңжуға қууыңызға мәжбүр қылған. Үшіншісін ақылшы бастарыңыз түскенде ашыңдар деген. Онда тез аш. Ем, үшіншісін сізге жазыпты. Еубейден айлық болмаңдар! Шүйшің, Димфың, сендер бүлік шығармақсыңдар ма? Ханым, бүлік шығаруға қайдан дәт қылайық? Тай тұтықтың әмірі бойынша Леубейді ұстағалы келдік. Бойсын басқа амалымыз жоқ. Жуиден қорыққанда, менен қорықпайсыңдар ма? Сендерді Жуи өлтіре алғанда, мен өлтіре алмаймын ба? Арайсам, әке мен ағамның бұрынғы жасағы әулетіміздің саңғын едіңдер. Бірақ қазір сендер Жуиға ғана бас иесіңдер. Екінші ағамды қашан хан ем деп сыйлап едіңдер. Ханыша, емізге қарсы келуге тәтіміз қайдан барсын? Жарайды. Мен екінші ағамның әмірімен күйеуіммен бірге ат енеміздің басына барамын. Аттанарда анамыздан рұқсат алдық. Алдымды кім тосады екен? Соның басын топша томалатамын. Жол ашыңдар! Жол ашыңдар! Жүрек! Чөп! Бұлай жүрсеңіз, бұл тана дойбыда жеңілесіз. Аға? Сон айтпаймысың, бұл жолы мен тағы жеңілдім. Бұрын мен сізді жеңе алмаушы едім. Бүгін қалайша жеңілдіңіз. Байқаймын тана дойбыға назар аударып отырған жоқсыз. Мен жауынның дария шығысына кеткен күнін есептеп отырмын. Егер уақытында жетсе, ем қатшы берсе жөн еді. Бірақ қазірге дейін ешқандай сыбыстың болмағаны қалай? Соны айтамын. Бұлай болмаса керек еді ғой. Бүгін жамбыл іші жым-жырт қой. Бірер нәрсе кем сияқтанып тұр. Не нәрсеген секілді? Жаңфи күнде араққа бөгіп алып, жамбыл қақпасының алдында ауыз боқтықтан босамаушы еді. Бүгін нағып келмеген? Мырзаның ойы. Олардың жаны еміздің үстінде. Маған басқаша көз қарасты. Сонда Олар күшпен көндірмекші ме? Жеңжу қосынындағы ең жырынды төмен қол. Еміздің Гуаньи Жаңфилармен бірге терістіктен ертіп келген сақа сарбаздар. Олар емілесіп талай жыл толарсақтан қан кешкендер. Гуаньи Жаңфилар егін көтеріп қалса болды, лақ қояды. Егер осы адамдар мен ұстаса, әмір белгімді алып, Жеңжу қолын бастап, шығысқа шабуыл өтеді. Шынымен осылай бола қалса, қалай төтеп береміз? Южаң, әмір белгімді алда, Хуаңжуның қолына ауыстыр. Олар дереу мырзаны қорғау ұйымдастырайын. Тоқта. Не болды? Оған жолыққаннан кейін, қол астындағыларын бастап жамбылдан түнделетіп шығып кетсінде.
Мырза, бұл қайткеніңіз? Хуаңжоң жең жолық. Ол екеуміз ауылдаспыз. Мені жақын тартатыны айдан анық. Егер ол Гуаньи Жаңфилардың мені күшпен көндірбек болғанын білетін болса, сөзсіз қақтығысық болады. Неше төмен қолдың басын құра оңай емес. Олардың өзірі қырқысып, талайдан бері қан теріміздің текке кетуін қаламаймын. Бірақ бұл жасақтарды мен алып кетсем, сіздігім қорғайды. Бұған алаңдамай-ақ қой. Осы қызыл тілмен Дария шығысындағы топты ғұламаны жалманнан сүргенде, екі батырға төтеп бере алмаймын ба? Оқымыстылар қисынға жүгінеді. Ал батырды қайтып иландырасыз. Оларды иландыра алмасам да, менде хан әулетіне деген адал жүрек, бодауына төгірістікқан бар. Мырза, өлімді ауыз қалғаныңыз қайткеніңіз? Мырзадан көз жазып қалсақ, мына жаққа не болмақ? Өзің дегенге жаныңды қи деген. Кім маған емі жолдас болсын депті. Салом, жақсы болды. Өзіңгі келіппіз. Көңнің бізге сөзсіз жедел қайық жібереді. Дереу жедел қайық қарастыр. Леппей. Леубей! Аттан түсіп қолыңды дереу ұсын. Біздің елге күйеусің. Сонда сен арандамаймын. Салом, бізде 4-ші қамқа дорба бар ма? Ем. Чуй мен ақты қайқасқа түсейін. Қажеті жоқ. Олардың адамы көп. Леубей! Аттан түсіп тізе бүк. Ем! Ай тұтыққа сәлем! Ақылшы сенің жарақатың толық жазылған жоқ. Бізбен белдеспей-ақ қойсын дейді. Сүнлеу сарсүйек құда болдық. Құда 1000 жылдық деген. Тай тұтып өзіңізді шамалағаныңыз жөн. Қарыңдар! Қарыңдар! Жеп атыңдар! Енді алдыға аттап бассаң, бізді рақымсыз екен демеңдер. Ем, Дарияны жағалап жарты шақырым құлдасаңыз кеме тұр. Тез жөнеліңіз. Салом, жүрейік. Леппей. Ем, ақылшы Джоиге бір ауыз қоштасу сөзін жеткізіп қой деген еді. Жарайды. Сәлемін жеткіз. Сәлем жеткізілсін. Джоидің айласы әлемді алған, қаншасында берген, жасағында жеңген. Джоидің айласы әлемді алған, қаншасында берген, жасағында жеңген. Джоидің айласы әлемді алған, қаншасында бергізген, Джоидің айласы. Келдіңдер ме? Ақылшы, жарлық түсіріңіз. Жасағаттандырып уелін шабайық. Бұл жасақтар ем және екеуің басын құраған неше 100 адамдық шағын топ емес. Қайта неше түмендік ірі қосын.
Қашан, қалай соғысамыз, бәрінің үйлесімді жоспары болады ғой. Жер қайысқан қалың ол десең де, бәрінің басын қосқан ағам екенін білмейсің бе? Алда жалда ағамыздан айырылсақ, бүкіл әлемді билесең де бізге керегі не? Қушың сезіп тұрған шығар, сен оның мәңгі оралмауын тілейсің. Жинжуды өзі билемекшісің. Емекеуің дегенде жаны пида. Маған да мейірі бөлік. Сендердің емелескендеріңе 10 неше жыл болды. Мен де осындай батырды 10 неше жыл күттім. Сендер еме адалсыңдар. Ал менің адалдығым тәңір қаян. Соғыста тек қана күш қайратқа сүйенбей, айла қалдырып, сабыр сақтаған жөн. Джоугы мырза, сөзге шешен екеніңді білемін. Ұзын сөздің қысқасы, анау Жинжудан әкелген жасақпен бізге төтеп бермекшісің. Бұл ақиқат. Солай шығар. Сенен сұрайын. Хуаңжун мен Виянның қолын неге тосыннан орын ауыстырттың? Мақсатың не? Сен үлкен ағамның кіндік жазықтан ертіп білген жасағының көзін құртпақшысың. Саңғұн, ақылшын аға түсіндіңдер. Саңғұндарым ау, осындай істің боларын біліп, ақылшы мен тізгін үшімен Хуаңжунның қолын түгел қаладан қуып шығуға бұйырған болатын. Ондағы көздегені неше мың адамның өзара қырқысып, досқа таба, туспанға күлкі қылмау болатын. Айтқаның рас па? Егер екеуің сенбей тұрған болсаңдар, сыртқа шығып көріңдер. Гуан жамбылынан Жинжулық сардар табалар ма екенсіңдер? Қалай болсын? Қол бастап барып, ағамды құтқаруым керек. Біз бірге тумасақ та, бірге өлуге ант ішкеміз. Бұл дүниеде ағамның бізден артық жанашыры бар дегенге мен сенбеймін. Інім, бармын. Чоугіляң, бас болған Жинжулық жасақтар сенімсіз. Менің қолымдағы көнегөз 10 мың жасаққа сүйеніп, ағамды құтқарайық. Жүрейік! Дұрыс жүрейік! Сен, мәлімет! Саңғұнға мәлім болғай, еміз қайтып келді. Рас па? Рас, есік алдына келді. Кіші аға, жүріңіз! Інім, жүріңдер! Жүріңдер! Мырза, еміз қайтып келді. Қарсала шықпайсыз ба? Мырза, жылағаныңыз қайткеніңіз. Соңыңыздан ергеніме талай жыл болды. Көз жасыңызды тұңғыш көруім екен. Винчаңида! Аға! Ем! Інілерім. Аға! Сағынып беттік қой. Өзіңізді әбден сағындық. Інілерім, мен де сендерді сағындым. Аға! Ақылшы қайда? Көңмен көрінбейді ғой. Ол сізді жамбылда тосып отыр. Ақылшымен кездесейін. Оның қамқа дорбасы ұтымдайласы болмасы басым далада қалар еді. Тез! Ақылшы! Ағам қайтып келді! Ақылшы! Бұл не жағдай? Не болды деймін? Әлде ақылшының шамына тидіңдер ме? Әсіресе Ида сен. Мен жоқта. Ақылшыны әбден азаптадыңдар. Тыл қатсаңдаршы! Мен... Үлкен аға!
Ақылшыны мен ертіп келейін. Ей, жол босатыңдар! Ақылшы! Ақылшы! Ақылшы, қайықты тоқтатыңдар! Мырза, олар қуып келеді. Елемей-ақ қой. Қайықшы, қайығыңды жүргіз. Иә. Қайықшы, тоқтатыңдар! Ойбай. Ақылшы! 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 Әсте кете көрмеңіз. Мен даңғой екенмін. Өзіңізді ренжітіп алдым. Аяғыңызға жығылайын. Мырза, Гуанъи сізден кешірім сұрайды. Күңмин, мен бәрін естідім. Мұны екеуді кінәсін таныды. Қайтайық. Оларды қайтып барған соң жазаласаңыз да кеш емес. Ақылшы! Өзіңізге жүгін отырып қабыл сұраймын. Кішаға сіз де келіңіз. Болды, қойыңдар. Кетуге бекініп болдым. Жүрегім дәл мына жебе тиген ағаштай жаралы. Ақылшам! Біз өмірімізді жан баласынан жүгініп біреуге бас имеген жан едік. Бірақ бүгін жүгініп басымызды да идік. Сонда да кешірмейсіз бе? Тым қатыгездік істеген жоқсыз ба? Аға. Жарайды. Аяғыңызға жығылғанымды білмесеңіз, онда маған ренжімеңіз. Кішаға, ақылшыны көтеріп қайтайық. Жарайды. Кел. Елшан, сүріңдер деймін. Шешектерімді тастадым, сендермен еш қатысым болған жоқ. Мыналарың жүгенсізді қой. Ренжаңида әбестік істемеңдер. Сүріңдер! Әбестік істемеңдер. Екеуің қарауылдай қатық болыпсыңдар ғой. Қиын шығар. Ағау, кішағам екеуіміз жақсы шарап дәнді құжырдың барлығына келдік. Бірақ ол татпай қойды. Аға, бір күн болды. Ақылшы, әлі кешірер емес. Өзіңіз ақылыңызды айтыңызшы. Сөйтіңіз. Сендер ме? Өз обалдарың өздеріңе. Жақсырақ сабақ алыңдар. Күңмин. Ием. Күңмин, қане. Рахмет сізге. Күңмин. Екеуі қателіктерін танып, бармақтарын шайнап тұр екен. Ием, болмашы зәбір мен үшін дәнің емес. Онда неге ренжідіңіз? Сізден несін жасырайын? Қос саңғынның мінезін тезге салмасақ болмайтындай. Неге деңіз? Екеуі де төмен қолды бастайтын саңғындар, арқалайтын жауапкершілігі ауыр. Зәуде жаумен айқасып, өлім мен өмір арпалысында екеуі өз білгенін істейтін болса, жеңіліспен тынатта тұтас қосын қосағында кетеді. Солай. Әсіресе ана Жаңфи, мінез өрт, шарап құмар.
Әуелі араққа бөгіп алып, үнемі қоластындағылардың шырқын бұзады. Жазасын бермесек болмайды. Олай емес. Ием. Менің алаңдайтыным керісінше мына Гуань үйі. Ол Жаңфидай күйгілік болмағаны мен тым тәкәппір. Бұл әлемде тек сізге ғана мойынсал. Басқа батырларды көз көрмейді. Тіпті сау-сау жуйлар оның көзіне қуыс қурайдай көрінеді. Қосынымыз осылайша күшейсе, кейін оның жалғыз өзі бір жақтың бастардары болары даусыз. Ондайда мына мінезі оның түбіне жетеді. Айталық Жуй. Оның дарыны менен кем емес. Неге әлсін-әлі жеңіле береді? Мінез. Жаңфи Гуаньйлер саңғын болуға лайық. Қолбасы болу үшін аса кішпейіл, қайсар, жасақтармен сыйласымды болу керек. Анау Ханшин сияқты зәбір көрсе де төзе білуі тиіс. Үйтпегенде тақырға отырмай қоймайды. Мырза, екінімнің бар сипатын менен артық аңғарыпсыз. Айрықша тәнті болдым. Менің құрметімді қабыл алғайсыз. Ием. Ек саңғын. Келіп шай ішіңдер. Ақылшыға рахмет. Ақылшы, чай өте кермек қой. Арақ ішпейміз бе? Жоқ, шай ішеміз. Жарайды, чай ішек, шейк. Венчан, ақылшыға шай ұсын. Ләппей. Қанша жерден тор құрсам да Леубей бұзып жарып кете барды. Жугуляң мені үстіп мазаққа матады. Неткен әккі, неткен залым еді. Ашудан өлтірір бұстау. Тай тұтық, әсте күйзелмеңіз. Үйтпегенде Жугуляңның шырғасына түсесіз. Оның бұлай істеуі сізді құсаландыру емес пе? Зымияң, тауып айттың. Ол мені құсаландырмақшы, қан шығармай бауыздамақшы, осы сөздерімен мені ызадан өлтірмекші. Неткен сұлым еді. Жарайды. Мен ашуланбаймын. Жасағымыз Балинға жайғасып болды. Тай тұтық, бұйрық түсіріңіз. Мейлі басымнан айырылсам да, Кеужуды сөзсіз қайтарып алам. Болмайды. Не үшін? Сен кедей отбасында сауатсыз ержеттің. Қосын бастап майданда атай салғаныңмен Амалайладан әлсізсің. Осыдан талай зиян тарттың. Ел о елінен амон деп мысқылдайды. Содан азулы болам деп менен жасау ұстауды үйрендің. Сондықтан қазір айқастың айнамен болатын білуге тиістісің. Пақырыңыз зердесіз. Нақты саңғын жауының әлсіз тұсын біліп, өзінің шегінер мүмкіндігін ойлап алып шабуылдайды. Леубей қайынына ұрын келіп жатқанда Жеңжу иен қалды. Гуань Жаңфилар Жугулянға бағынбайды. Осы кезде айға бата жасағандай, Леубей қайтып барған соң қаруыңды сайласаң, мұның әуместірлік болмай ма? Тай тұтық! Ем амандаса келіпті! Япырай, тез жиыстыр. Ем! Гонgjin,
Еме сәлем. Көңжин, ауруң салмақты деп естіп, сызжеңді ертіп, арнаулы көңіліңді сұрай келдім. Пейіліңізге рахмет. Көріп тұрсыздар ғой. Жағдайым сондай жақсы, сап-саумын. Солай, тай тұтықтың ойы өрісті пейіл екен. Ұсақ түйекске болама шейт болмаса анық. Иемді алаңдамайтын болды. Ием, Зажен, қанеки, отырыңыздар. Жарайды. Көңжин, Любей қарындасымды күшпен ертіп, Көңанға қашып кетті. Мәліметке қарағанда Жугуляң және Гуан, Жаң, Жаусан ғондарының барлығы Көңанды екен. Олар қолын күшейтіп, жасақ жаттықтырумен әбігер дейді. Жуырда топты сарбаздар ұрнарға қара таппай. Саңғондар Жеңжу ен тұр, соқсайық деп өзеленуде. Саған айтып, Жеңжуға шабуыл жасасақ дейді. Бұған қалай қарайсың? Сізде сарбаз тілегімен санасатын болғасыз ба? Нағында төремнің Жеңжуды басып алу ойы Көңжинмен Саңғондардан кем түскен емес. Тек орайлы пысып жетпеді. Любеймен қазір соғысуға болмайды. Онда маған неге келдіңдер? Мен бір керексіз адамға айналдым. Әй, Көңжин, бұл сөзің дұрыс болмады. Бұл екеуміз соғысамыз ба жоқ па, соны сенімен ақылдасайық деп келдік. Ием, мен қазір өткенін ашты сабақ алып көп толғандым. Менше ұлыс тындыруда қызбалыққа салынуға болмайды. Алақандай жер үшін ежіктесудің ешқандай қажеті қалмады. Дәл айттың. Дәл айттың. Менше Леубей Жеңжуды алақаннан шығарғысы келмесе, сіз Чишанға хат жазып, Леубейді Жеңжудың дуанбегіне көрсетіңіз. Неге күлдіңіз, ием? Көңжин, маймын күліп қайтесің. Ием әлдақашан осы ойға бекіген. Бұл келісімізде осы істі өзіңмен кеңесі болатын. Солай ма? Онда мен төремдің ойын жорып көрсем болады екен. Қане, айта бер. Бірінші, Жеңжу бәрібір Леубейдің уысына түсіп кетті. Уақытша қайтарып ала алмаймыз. Олай болса, біз оның олжасына таласпай қайта оны соған сыйлап, оларға жомарттығымызды білдіруіміз керек. Екінші, төремнің хаты Шишанға жетсе, сау-сауды алжастыруға болады. Ол сүнлік екі ел құдаласқан соң, онан ары жұдырықтай жұмылып, даңқ пен намысты тең көтерген екен дейді де, дәрия шығысына соғын қадамайды. Үшінші, Леубейді бейғамдыққа салдырып, оны бізді шын ниетпен жарасып, сау-сауға бірге қарсы тұрғызып, жауымызға бірге шүйлеміз дегізіп, соңында Леубейдің әлсіз тұсын табамызда орайлы сәтте тап береміз. Солай шығар? Дәл солай. Жарайды. Бүгін міне қала мен қару төрелеріміз бір тілек бір ниетте болып, бір арнаға тоғысты. Бұдан кейін іргеміздің кеңге жайлары хақ. Тақсыр, Шишаннан хат келді. Естімеген елде көп. Несі екен жорып көріңдерші. Орталық сарай сізге берген шен шығар. Таядымыз. Десе де кісін таңғалдыратыны. Сөнчөн Шишанға хат жазып, орталық сарайға мені Жеңжудың дуанбас еп тағайындауды өтініпті. Тамаша, жақсы, ем. Олар күйеу баласының қоштаспай кеткеніне ашу шақырған бұлай тұрсын, қомақты тойлық ұсыныпты. Неткен жомарт не деген ерчкеш еді. Шығыс убектігі жеңілісіне мойын сал болыпты. Аға, сау-сау мақұл болып па?
Мақұл екен. Сөнжәннің дәттемесін құптапты. Сонымен бірге орталық сарайға жарлық түсіріп, Жоуиді Нәнжінің бас уәлилігіне, Чыңфуды Жаңшаның бас уәлилігіне тағайындапты. Керемет. Бұл екі есепте бірінен бір өтеді екен. Сонда олар қандай есеп соғыпты? Сөнжәннің хат жазып, орталық сарайға иеме шен бергізуі саусауды сескендіріп, қарашы, біз Сүнлюодағы балжаласқан татумыз. Өтен ниетке салынсаң тірсегіңді қиып аламыз дегені. Сонымен бірге, саусаудың біздің көріністе тату болғанымызбен, көмескіді Жиңжу үшін өліспей беріспейтінімізді жасырып жапқандағысы. Ал саусау, ол да көреген. Маған Жиңжуды Любиға сыйға бер десең берейін деді, май тілесең міне құйрық деп, Жоуиді Нәнжінің бас уәлилігіне, Чыңпуды Жаңшаның бас уәлилігіне қоса тағайындаған. Бұл екі аймақ Жиңжудағы маңызды қала. Оның үстіне қазір біздің қолымызда. Саусаудың мұнысы ау жайды байқау. Екі бас уәлидің орнынан пайдаланып, Сүнлю екі елдің одақтастығын сынап көрмекші. Осы арқылы екі ел өзара арандатпақшы. Ақылшы, егер Жоуи жарлықталып, Нәнжінге міндетке отыруға келсе, онда қайтеміз. Алаңдама. Жоуидің көкейін тескені Жиңшаңдағы 9 аймақ. Жаңша мен Нәнжінге қызығып отырған жоқ. Зодең, бір еріс болды ма? Саусау шорай айласын асырды. Ол Жиңжу донбаслығын Любейдің еншісіне беріп, саған Нәнжүннің бас уәлилігін, Чыңпуға Жаңшаның бас уәлилігін сыйлап. Өз осы құршеннен пайдаланып, бізбен Любейді екі аймаққа таластырып, екі жақтың қырқысуын тамашаламақшы екен. Ем біле ме? Естігенде шығар. Ертең ем сөз жоқ менімен кеңеседі. Кеңестен ілгері өзіңмен ақылдасуды жөн көрдім. Жиңжу жақтан сыбыс бар ма? Жасақтарын күндіз-түні жатықтырып жатыпты. Су жасағында луко құйғанына қауымдапты. Мұнысы бізден қорғанғаны ғой. Отыр Зодең, сені мен бүкпесіз әңгімелессем деймін. Болады, Гунжин. Сен баяғыдағы өстуің керек еді. Қанекей. Қане. Дария шығысының жағдайы емізді айтпағанда ауыр жүк екеміздің мойнымызда. Солай шығар. Әрине. Сондықтан егер екеуміздің ойымыз бір жерден шықпаса, емізді иландыра алмаймыз. Дария шығысы да бірлікке келмейді. Осы сөзім дұрыс шығар. Өте дұрыс. Алдымен соңғы жобамды айтайын. Жиңжуды сөзсіз алуымыз керек. Жиңжуды алмасақ Дария шығысына мәңгі тыныштық орнамайды. Жиңжуды алғаннан кейін терістікте саусауға шабуыл жасап ірге кеңейту игісін орындай аламыз. Жиңжуды тартып алу үшін Сүнлю екі жақ түбінде бір соғыспай қоймайды. Ойым дұрыс шығар. Бүкілдей құптаймын. Екеуміздің алауыздығымыз Жиңжуға шабуылдаудың ең оңтайлы сәті жөнінде бірлікке кел алмауда ғой. Жарайды. Олай болса, мен саған ойымды ақтарайын. Алдыңғы жолы ем екеуің көңілімді сұрай келгенде, толық ойымды айтпағамын. Алдыңғы жолы емі хат жазғызып, Жиңжу донбаслығын Любейға тарту еттің ғой. Ол тек бірінші қадам. Сонан соң екінші қадамда Любейға жасағаттандырып батыс Сычуанды ал деп дікектейміз. Екі жақта келісім бар. Тек Любей табан тірер жер тапса болды, Жиңжуды қайтарып берем деп айтқан болады. Дұрыс. Тілхат қазір менің қолымда. Любей жугелеңдер бармақ басқан. Сен жуық арада жаға өтіп, Любейді уәдесінде тұрып батыс Сычуанды алуға қуыза. Болмаса олар 10 жылға дейін алмаса, біз 10 жыл күтеміз бе? Ар жаққа өтеме ғой болады. Десе де,
Десе де сен олардың қосынымыз сайланып болмады дегендерін жал етіп уақыт созуынан алаңдап отырсың. Солай ма? Дәл айттың, Айса айтқандай әулиесің ғой. Мұның бәрін ойластырып қойғам. Егер біреудің қалай жауап беретінін білмесең, онда одан сұраудың қажеті жоқ. Сұраудан бұрын оның не деп жауап беретінін тұспалдауың керек. Пақырың қол қойды. Күңжин, егер Жугуляң қосыным сайланып болмады, жем-шөбіміз аз деп жалтарса, қалай төтеп берерсің? Онда біз үшінші айламызды іске қосайық. Сен оларға жабданып болмасаңдар, жем-шөптерің аз болса, біздің қосынымыз сақадай сайтыр, жем-шөбіміз жеткілікті де. Батыс Сычуанды алуға батын алмасаңдар, онда сендерге біз көмектесіп алып берейік. Батыс Сычуанды алғаннан кейін соған Жеңшаңдағы 9 аймақты ауыстырамыз де. Ойлап көр. Олар қандай жал айтар екен? Керемет. Олардың ештеңе айта алмасы анық. Жугуляң да жұмған аузын аша алмайды. Бірақ, Күңжин, Батыс Сычуанды алу оңай іс емес. Қыруар жасақ шығарамыз. Уақыт пен астықтың ең ұрымтал іс. Тағы 4-ші қадамың бар болды ма? Әрине. Айтып жібер ғани. Көш жол сұрап елін жою амалы. Батыс Сычуанды алуда Жеңшаңды сөзсіз басып өтеміз. Жол ортада бұраш шауып Жеңжуға тұтқиыл шабуылдаймыз. Леуби Жугуляндар сақтанып үлгермейді. Тұтас 3 күнде сөзсіз жеңіске жетеміз. Қандай? Күңжин, 4-ші қадамың нар тәуекел екен. Десе де қалай? Тек ем ақыл болса болды. Сені бар күшіммен қолдаймын. Әрі ештеңеден де тайынбаймын. Жақсы болды. Бұл жолы Жеңжуды алмай қоймаймын. Марза шынында мықты екенсіз. Жарты жылға жетпейтін уақытта сиқыр ойын ойнағандай мұнша көп жасақты жетілдіріп шығыпсыз. Топаны көп болғанмен дені жаңа жасақтар әлі жаттығып болған жоқ. Онда уақытты мықты игеріп жаттықтыру керек. Бір тәуірі еліргесі қазірше тыныш қой. Жаттығып жатырмыз, ем қараңызшы, иді да арақты тастап, жаңа келген жасақтарды жаттықтырумен әбігер. Қане, сендер айтып көріңдерші. Сарбаздардың соғыста бірінші рет үйренетін өнері немене? Саңғын тақсыр, соғыс болады екен, қанжардан айырыла алмаймыз. Бірінші үйренетін өнер қанжар. Ал сен айтшы. Менше садақ жебеңіз көздеген жерге тисе, жау-жаныңызға келмей-ақ жер жаттанады. От тапсыңдар, бәрің ақ кеттіңдер. Сарбаздардың бірінші үйренетін өнері дәл дауыс. Қылышты 3 кез үйір аласың. Жебе 100 адымнан аспайды. Бірақ бір қосын адам айғайласа, 10 шақырымдағы жау қорққаннан борбайына қоя беріп, келген ізіме тұра қашады. Осыны білесіңдер ме? Құлақ салыңдар. Баға шөнен кезінде Чаңбомпода тұрып бір ақырып, саудың 800 мың қолын кері шегіндірген. Қане, сендер бүйтіп шүрет айғайлаңдар. Қырыңдар, қырыңдар, қырыңдар! Қырыңдар, қырыңдар, қырыңдар! Сендердің бұларың қайткендерің, а? Дауыстап айғайлаңдар, айғайлаңдар! Қырыңдар, қырыңдар, қырыңдар! Идінің мұна жаттықтыру әдісі сирек ұшырайды екен. Менің бұл кенжінің жүрген жерінде осындай. Мәлімет! Мәлімет! Ем, су тақсыр дәрелер өтіп келіп тұр. Күңмен, айтқаныңыздай, Жуи айласын іске қосқан екен. Дереу қарсы алыңыз, қанша дегенмен құл емеспіз бе? Жүрейік. Шөнді, Күңмен, тостаған 3 рет айланды. Енді нақты іске көшпейміз бе? Сыз ең алыстан келдің. Әрине бұйымтайың бар шығар.
Айта бер, құлағымыз сенде. Әй, ием мен хан ағасы бір шаңырақтың адамы болып кеттіңіздер. Бір үй адамдары жаттың сөзін сөйлемес болар. Мейлі бір үйдің әлде жаттың сөзі болсын, әйтеу бүкпесіз ақтарлайық. Сонда жақындықтан ауыз ашуға болар. Орда жарлық түсіріп, Чуй чоңпуларды жеке-жеке Нәнжүн мен Жаңшанның бас уәлилігіне тағайындады. Ол екеуі де дереу міндетке отырмақшы. Сіздер осы екі аймақты босатып берсеңіздер.